Осынша уақыт па? Иә? Кеш емес па? Жұмыс қой енді. Қарның ашты ма? Иә, ашты. Менікі де ашты. Тамақ дайындай салшы. Сенің кезегің емес па? Бүгін сенің кезегің. Мақұл кеттің. Мен бірдеңе сұрайшы. Сұра. Сен қашан дінейсің? Өзім қалаған күні болады. Давай. Тұз, бұрыш, тамаққа керек заттардың бәрі кухняда тұр. Сәттілік. Вообще? Кім қайда? Кім? Вообще? Кім? Вообще? Бүйтіп жүретін. Сіздің жаныңызда ұйықтайтын. Жезделерің батыр ма? Ей, о, батыр ма? Бізге батыр емес. Ол Кухняда тамақ істеп жатыр. кухняда тамақ істеп жатыр. Батыр. Күшті болады. Қой, мен барып заттарымды тура алып қайтайын. Кеп қалдыңдар ма? Иә, Келіңдер, отырыңдар, көрілетіңдер. Мерей Еркиназ. Қалайсыңдар? Мерей Еркиназ, отырыңдар. Ауыл қалай? жақсы өтсе келдік. Шаршамадыңдар ма? Шаршадық. Дұрыс, мынандай күнде қарны ашады ғой өзі. Қарнымыз ашып, шөлдеп, күн ыстық. Күн ыстық болып жатыр қазір, шөлдейтін уақыт. Шөлдейсің ғой, дұрыс, погода сондай болып кетті ғой қазір. Сізге намектап айта берейік па? Тамақ ішейін ма? Нені? Қазір дайын болады ғой. О, қыздар. Келдіңдер ма? Қайсыңдар? Қақта жүрсің? Тамағың дайын болды ма? Жоқ, қазір. Қарындастарың жолдан қарны ашып шөлдеп кетті. Тез бұл айтты мен саған жұмыстан кешікпей кел деп. Болды, давай. Қыз дайын болады, қыздар уайымдамаңдар. Сенше, сізбен 1 минутқа сөйлесуге болады? Айта беріңдер. Жоқ, бір бұрышқа барып сөйлесек. Қуасыңдар ма қыздар? Кішкентай болып менен жаманшылық көрдіңдер. Мұңғырлама. Бұдан былай ағама сіз дейтін бол. Сен дегенді көрейін, орамал тағып жүретін бол. Бұдан бұлай ағамның айтқаны заң. Айтпесе. Мағыл, жарайды. Қазір тамақты ағам емес сен алып кіресің. Ал ағам достарымен қыдыруға кетті. Жарайды. Тамағымыз екеуіміз. Тамақтан алыңыздар, екеуіміз. Тамақтың тұзы ащы ма? Нормально. Әдем болып тұр, жеңіздер. Шынымен де пісі көп сияқты,
Мен кім екенін білетін сияқты. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Біз қалаға жаңадан келгенбіз ғой. Қаланы білмейміз. Қыдырыңдаршы. Иә, қыдыртамыз. Бір айтқан сөз мөлдіреген көзіңнен. Кетіп па? Болды, әпше, енді қайталанбайды. Болды, кешіріңіз, әпше. Бұдан кейін жезделеріңе тиісіп, анау-мынау істемейсіңдер. Болды, түсініп. Болды, кешіріңіздер. Тып-тыныш жүресіңдер. Кешіріңіздер, қайта өсіп қолыма еге. Мә, енді қыздарға сенбеймін де. Мә, жаман, енді қызбен жүрмеймін. Енді қызбен жүрмеймін. Плотно қатады, ол біреу күреске қатса ман бірдеңке ғой. Өлсіп қойса біз тағы. Екеуің көзің жұмсақ болмайды. Ертең кетсе ғой ол барына. Қалайсың? Қақта жүрсің? Неғып кешіп кетті? Ой, көшеде пробка болды осы. Отыр. Мен не беремін басыңда орама? Бірдеңе айтсам сен вообще сенбейсің. Ана батырдың екі қарындасы келіп көрмегенді көрсетті. Ой, пірмай, олар не істеді соншама? Келіп алып, мені қинап, ұрып, орамал таққызып. Батырдың істейтін тірлігінің бәрі маған істетті. Шайды мен демдеймін, тамақты мен әкелемін. Көрмегенді көрсетіп жатыр. Істемеймін деп айтпайсың ба? Ужас не деген. Білмеймін, күреске қатысқан ба бір бәле. Кеше көрмегенді көрсетті ғой. Оля, не істеймін енді? Не көрмегенді көрмедің? Көріп жатсың ғой бәрін. Келін өз орнымен бол керек. Оказывается, мен кітаптан оқыған. Күйеу өз орнымен, келін өз орнымен. Біз басқа қыздар сияқты болмауымыз керек қой. Деватсың сен, менің армандарым қайда қалады сонда? Тағам, бұдан асқан арман қайда? Сен күйеуің алтын ғой. Оларды қадірлеуіміз керек емес пе? Жақсы келін болып жүрмейміз бе? Негізі кінәнің бәрі өзімізден ғой. Күйеуімізді сыйласақ өзімізде жақсы боламыз. Мен бір-екі рет сыйламаған ем, алатынымды алдым. Сол үшін күйеуімізді сыйлап нормально болып жүрмейміз бе? Подруга, негізі сенің ақылын тыңдаған дұрыс-ау. Тамақтасыған, күйеуіңе қызмет қылған бір приятно сияқты. Солай істеп көрем-ау деймін. Вот сол кезде сен бақытты боласың. Рахмет онда.